ұлтын ұлықтаған ұлы елін ұрпағына аманаттап қалдырған айбынды атазанымызға биыл 25 жыл толып отыр. Қадірменді қазақ елі, құрметті отандастар, осындай айтулы мерекемен сіздерді құттықтауға рұқсат етіңіздер. Сан ғасырғы тарих пен тағылымды артқа тастап, елім жыл өткен сайын даму үстінде. Елдігіміздің айғағындай болған ата заңымыз біз мемлекет болып құрылғалы бері еліміздің әрбір азаматы үшін қызмет етіп келеді. Біз өзге елдермен терезесі тең дәрежеде өз тарихымызды жасап келеміз. Біздің отанымыз бір, тарихымыз мәңгі, рухымыз мықты. Мен және менің отандастарым барлығымыздың жүрегімізде еліміз бен жерімізге деген асқақ сүйіспеншілік сезімі алаулап тұр. Мен үшін атазаң елдің бірлігі мен тұтастығын, татулығы мен бейбіт өмірінің кепілі. Менің тәуелсіз Қазақстанымның әрбір азаматы атазаңмен қорғалған. Сондықтан да біз өз еліміздің заңына деген құрметті ешқашан азайтпауымыз керек. Еліміздің тарихында болмаған, дүние жүзін аласапыран күйге салған ең үлкен пандемияның ықпалы бізде де болып жатыр. Ешқашан болмаған үй карантинінде жұмыс жасауға мәжбүрлік те туындап отыр. Десек те, мен сеніммен айта аламын, бұл күндерде тарих болып артта қалады. Бізді алда нұрлы күндер күтіп тұрғаны сөзсіз. Азаматтарын ардақтап, аяулыларын алақанында ұстайтын ұлы елім саған деген ерекше сүйіспеншілік сезіммен ертеңінің баянды бақыты үшін барлық қазақстандықтарды бейбіт күннің батыры атанып, еңбек етуге шақырамын. Біз еліміздің тарихын бірлесе отырып жасаймыз. Ата заңымыздың айбынды мерекесі, айтулы күн құтты болсын. Ел іргесі берік болғай дей келе отырып, Алматы облыстық Қазақстан халқы ассамблеясы жанындағы аналар кеңестері Қазақстан Республикасының Конституциясының 25 жылдығына арналған Ата заңым айбыным атты бейне челлендж эстафетасын этномәдени орталықтарға жолдайды.